Алюминий металы тазартылған алюминий оксидінің балқымасын электролиздеу арқылы алынады. Алюминий оксидінің балқу температурасы өте жоғары. Цельсий бойынша жуықтап 2050 градусқа тең. Осындай жоғары температурада электролиз процесін жүргізу үлкен энергия шығынына алып келіп, қымбат және өндірістік тұрғыдан қолайсыз болады. Сондықтан тазартылған оксидті криолит деген атпен де белгілі алюминийдің қосылысы натрий гексафтор алюминатымен алмастырылады. Бұл қоспа айтарлықтай төмен температурада Цельсий бойынша шамамен 850 градуста балқиды. Электролиз графитпен жабдықталған үлкен темір ұяшықтарда жүргізіледі. Графит электр тоғын өткізетіндіктен катод ретінде қолданылады. Анод алюминий оксиді мен криолит балқымасына батырылған бірнеше көміртек блоктарынан тұрады. Электролиз кезінде алюминий иондары катодқа жиналып, онда электрондарды қосып алу арқылы таза алюминийге айналады. Балқыған металл элементтің төменгі жағына жинақталады. Оксид иондар анодқа жиналып, онда электрондарын жоғалтады да оттек газының молекулаларына бірігеді. Температура жоғары болғандықтан анодта оттек көміртекпен әрекеттесіп, көміртек диоксидін түзеді. Осының салдарынан анодты құрайтын көміртек блоктарын жиі ауыстырып тұру қажет. Бір электролиттік ұяшық күніне 1000 килограммнан артық таза алюминий өндіру мүмкін. Алюминий өндірісінің бағасы негізінен өндіру процесі үшін және ұяшықтағы қосылыстарды балқыған күйде ұстап тұруға жұмсалатын электр қуатына байланысты. Сондықтан алюминий зауыттары әдетте су электр станциясы сияқты арзан электр энергия көздеріне жақын жерлерде салынады. Кендердегі мыстың үлесі әдетте өте төмен болады. Құрамындағы мыстың үлесі 0,5%-дан жоғары кендер мыс алу үшін кеңінен қолданылады. Ал осы металдың үлесі 2%-дан асатындары мысқа бай кендер болып саналады. Мыс қорытуда халькопирит пен басқа сульфидті кендер жиі қолданылады. Ең алдымен мыс мөлшері флотация әдісі арқылы байытылады. Майда ұсақталған кен сумен араластырылады да, кейіннен араластырылған қоспа арқылы ауа ағынын жібереді. Мыс сульфидтері ерітінді бетіне қалқып шығады да, сол жерден жинап алынады. Флотация мыстың үлесін шамамен 15%-ға дейін арттырады. Келесі кезеңде байытылған кенді ауамен мұқият тотықтырады. Реакция барысында темір 2 оксиді мен мыс 2 сульфиді түзіледі. Содан соң құм қосатта қоспаны ары қарай қыздырады. Нәтижесінде темір 2 силикатының қоқыс түрінде алып тасталынады. Ал мыс 2 сульфиді мыс 1 сульфидіне ыдырайды да, сұйық күйінде шығарылады. Мыс 1 сульфидін әрі қарай ауада жағып, оның біраз бөлігін мыс 1 оксидіне түрлендіреді. Мыстың осы 2 қосылысы жоғары температурада өзара әрекеттесіп, ақырында балқыған шикі мыс түзіледі. Жоғары сапалы боксит 70%-ға дейін гидратталған алюминий оксидінен тұрады. Бокситтің өзге компоненттеріне негізінен темір 3 оксиді мен кремний 4 оксиді жатады. Бірінші кезеңде алюминий оксиді қоспалардан химиялық процесс арқылы тазартылады. Кенді натрий гидроксидінің ерітіндісімен өңдейді. Натрий гидроксиді темір оксидімен реакцияға түспейді. Ал алюминий оксиді мен кремний оксидін сәйкесінше суда еритін натрий алюминаты мен натрий силикатына айналдырады. Темірдің ермеген қосылыстарын ерітіндіден бөліп алады да, қалған ерітінді арқылы көмір қышқыл газын өткізеді. Нәтижесінде таза алюминий гидроксиді тұнбаға түседі, ал натрий силикаты ерітіндіде қалады. Тұнбаны бөліп алып, қыздырудың нәтижесінде таза алюминий оксиді алынады. Қорыту процесі кезінде алынған мыс көптеген қоспалардан тұрады. Оны әдетте әрі қарай мыс 2 сульфатының қышқылдық ерітіндісімен толтырылған ұяшықта электролиз арқылы тазартады. Шикі мыс пластиналары анод, ал таза металдың жұқа тақташалары катод ретінде қолданылады. Ток электролиттік ұяшық арқылы өткенде анодтағы мыс 2+ иондары түрінде ерітіндіге өтіп, кейін катодта таза металл түрінде тынады. Осылайша тазалығы 99,99%-дан асатын таза мыс алынады. Титанды көміртекпен тотықсыздандыру арқылы алу мүмкін емес. Себебі реакция нәтижесінде таза металл емес, титан карбиді түзіледі. Сондықтан титанды кроль процесі деп аталатын өндірістік процесс арқылы алады. Ең алдымен титан кені мен көміртекті хлор газының ағынында қыздырады. Реакция өнімі
Қалыпты жағдайда сұйық күйінде болатын титан 4 хлориді. Оны дистилляция процесі арқылы тазартуға болады. Келесі кезеңде газ тәрізді титан хлориді тотықсыздандырғыш ретінде әрекет ететін балқыған металдық магниймен реакцияға түседі. Бұл реакция өнімдері титан губкасы деп аталатын кеуекті қатты титан металы мен балқыған магний хлориді. Жоғары температурада магний мен оттектің қарқынды реакциясын болдырмау үшін аталған реакция аргон атмосферасында жүргізіледі. Реакция толығымен аяқталғаннан кейін балқыған магний хлориді шығарылады да титан губкасын бөліп алады. Титан губкасы негізгі бөлігі магний хлориді болып табылатын 30%-ға дейін қоспалардан тұрады. Оларды тұз буланып кететін жоғары температураға дейін қыздыру арқылы жояды. Магний хлоридінен электролиз арқылы магний алынады. Бұл көп мөлшердегі энергияны талап ететін процесс, және титанды алуда қолданылатын энергияның 97%-ы соған жұмсалады. Бөлінген хлор әрі қарай кеннен шикізатталуға қайта жіберіледі. Сонымен қатар титанды титан хлоридін металдық натриймен әрекеттестіріп те алуға болады. Реакция нәтижесінде түзілетін натрий хлоридін сұйылтылған тұз қышқылымен өңдеу арқылы кетіруге болады. Алюминий ақшыл күміс түсті металл. Оның тығыздығы темір немесе мыстың тығыздығынан 3 есе кем болса да, ол жақсы механикалық беріктікке ие. Алюминий иілгіш, сондықтан ол алюминий фольгасы ретінде белгілі өте жұқа тақташаларға жайылалады. Алюминий электр тоғында жылуды да өте жақсы өткізеді. Оның беті жарық пен сәулелі жылуды жақсы шағылыстырады. Ауаның қатысында алюминийдің бетінде жұқа, мөлдір оксид қабаты түзіледі. Бұл қабат металды ары қарай тотығудан қорғайды. Сондықтан алюминий аса белсенді металл болса да, коррозияға төзімді. Темір өндіруге қажетті шикізаттар темір кендері мен көмір. Әлем бойынша молынан кездеседі. Өндіру процесі көп энергияны қажет етпейді. Сондықтан болат арзан және кең қолданылатын материал болып табылады. Болат құю зауыттары тасымалдау шығынын аз болу үшін әдетте темір кенінің немесе көмір кен орнының жанына салынады. Алюминий кендері де кең таралған. Бірақ алюминийді балқытылған алюминий оксидін электролиздеу арқылы алу көп энергияны қажет ететін процесс. Сондықтан алюминий болаттан әлдеқайда қымбат. Бірақ басқа металдармен салыстырғанда салыстырмалы түрде қымбат емес металл. Мысты алу алюминиймен салыстырғанда айтарлықтай аз энергияны қажет етеді. Бірақ бұл металдың кендері сирек кездеседі. Оған қоса әдетте олардағы мыстың үлесі төмен болады. Мыстың әлемдік қоры жартылай таусылған. Есептеулер бойынша қалған қор тек 100 жылға жетеді. Сондықтан мыс салыстырмалы түрде қымбат металл. Титан кендері айтарлықтай кең таралған. Бірақ оны өндіруге өте көп энергия шығындалатындықтан, бұл металл өте қымбат болып табылады. Титан, оның жылуға төзімділік, механикалық беріктік және коррозияға төзімділік сияқты бірегей қасиеттері қажет болған кезде ғана қолданылады.